Сәлем Шерхана Бақыт. Неліктен мен алманы кескенде біраз уақыттан кейін оның түсі өзгерді? Алманың түсінің өзгеруіне себеп ол оның құрамындағы темір. Темірдің тотығы дәрежесі өзгереді. Бұны біз көк хром бұлтар зертханасы арқылы түсіндіреміз. Эксперимент жасау үшін бізге керегі 1000 мл шыны ыдыс, дистилденген су, сутегінің асқын тотығы, H2SO4, яғни күкірт қышқылы, сонымен қатар калий дихроматы және де тамшуыр мен химиялық қасық. Ең алдымен біз дистилденген суды шыны ыдысқа құямыз, 800 мл-дей. Ал келесі қосатынымыз 4-5 тамшы сутегінің асқын тотығы. Келесі этапта тамшуыр мен күкірт қышқылын қосамыз, шамамен 4-5 тамшыдай. Ең соңғы қалғаны ол қасықтың 3-тен 1 бөлігі калий дихроматын қосамыз. Көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде қызғылт сары калий дихроматы қара түске ауысты. Бұған себеп оның құрамындағы хроматтың тотығы дәрежесі ауысуы. Тотығы дәрежесі дегеніміз құрамындағы теріс бөлшектерінің саны. Назарларыңызға рахмет. NS Science'ның келесі шығарылымында жүздескенше.